Спортиктер. Бізге айтып ма? Жоқ, ар жағында талға айтып жатырмыз. Не керек сендерге? Бер жақынырақ сөйлесіңдерші. Келіп. Не болды? Ақша бар ма? Жоқ, бар болса да бермейміз. Не дейді тосын? Сендер не? Бір спортқа қатысаңыз мықты кетіңдер ма не? Аузында жүрейін ба? Досым, бұларға жай сөзбен айтқан жақпайтын сияқты. Басқалай түсіндіреміз ау. Көрсеңдерші, бір күн көмегі тиіп қалар, бәлкім зияны. Жабылмаңдар, жабылма! Жабылма! Жабылмаңдар! Мен болдыр екенмін, батыр екенмін. Мен қазір туыс деп алайын. Санжар, сен адам шақырып жатыр. Қазір. Барады кішкене жаттығу жасап алайын. Ой, сол жаттығуды басқа жерде жасамайсың ба? Тезірек кел, таңғы ас ішеміз. Жарайды. Аянат, Ау, сабағың қалай? жақсы, тіпті өте керемет деп айтсам да болады. Кешір, соңғы кездер саған көп көңіл бөле алмай жүрміз. Ой, әпше қоя беріңіз, мен өзім ол сабақты оқи аламын ғой. Жарайсың. Біз сенімен мақтанамыз. Қандай кітап оқып отырсың? Абай Құнанбаев. Қай бетіне келдің? Сәлем, менің есімім Аянат. Мен сыныбымның ең үздік оқушыларының бірімін. Менің арманым осы мектепте үлкен олимпиада болып, сонда бірінші орын алу. Солай мен мектебімнің үздік оқушысы боламын. Тезірек сол күн болса ғой. Кстати, ты сделал домашнее задание? Жоқ, істемедім, соны ұмытып кетіппін ғой. Как ты мог забыть? Если ты не делаешь, то Гүлжан Мұратовна будет ругаться. Ой, Гүлжан апайға өзім жауап беремін ғой, сен уайымдамасайшы. Ну ладно, посмотрим. Осы сен неге орысша сөйлейсің? Қазақша сөйлей аласың ба өзі? Я сөйлей аламын, но на русском мне удобно как-то. Просто мы переехали из России, пока не привыкла здесь. Солай де, бірақ түсінесің ғой, бізді? Да. Бұптың да, главный сол ғой, бізде сені түсінеміз негізі. Бірақ сөйлей алмаймыз önce. Да. Алло, мама, сізге жаңа ғана хабарласқанмын ғой. Сол ертең досымның туған күні еді. Соған пападан 5.000 теңге сұрап бере аласыз ба? Жарайды. Рахмет, жақсы сау болыңыз. Вау, твои родители такие щедрые. Рахмет. Айтпақшы, осы сен неге музыкальный школаға барып жүрсің? Курсыңмен үлгеріп жүрсің бе? Да, успею. Просто
Просто мне нравится музыка, и я хотела бы стать музыкантом, но мои родители против этого. Түсінемін. Ең бастысы мынаны білсең болды. Армандар орындалады. Мақсатың айқын болса. Да, круто сказано. Әкем айтқан айтер. Сәлем, менің есімім Іңкәр. Мен өте жуас, әрі момын қызбын. Себебі мен басқа балалар сияқты тез ортаға сіңісіп кетуім қиын. Әрі бұл мектепке ауысқаныма көп те болған жоқ. Маған бұл мектепте қалған балалардың назар аудармайтыны мені қынжылтады. Мен бұлармен жақсы араласып кетуім керек. Саламатсыздар ма балалар? Отыра қойыңдар. Балалар, мен сендерге жаңалық айтайын деп отырмын. Жақында республикалық олимпиада өтіледі. Ну опять? Енді ол олимпиадаға кластың бәрі қатыспайды. Бибінұр, Аянат, Іңкәр және Жайқар ғана қатысады. Себебі бұл 4 оқушы алдыңғы облыстық кезеңнің жеңімпаздары. Ал балалар, енді олимпиада болғаннан кейін оның ақшасы да бар. Ол республикалық болғаннан кейін оның ақшасы республикалық олимпиадаға сай болады. Ой, сонда қанша екен оның ақшасы? 10 мың теңге ақшасы. 10 мың теңге? Уф, апай солда сөз болып па? Бүгін ақ беріп қояйын сізге. Жарайсың, Жайқар. Енді 10 мың теңге деген аз ақша емес. Бірақ шешімді өздерің қабылдайсыңдар. Ал мен кеттім, балдар, сау болыңдар. Апай, оның қаншасына дейін беру керек? Ровно бір апта бар. Егер бір аптадан кешіксеңдер, қатыса алмай қаласыңдар. Сау болыңдар, балалар. Атсай жандар, атсай! Тура атсай тез! Ай, красавчик. Өзім. Ағау, Ау, сізге бір өтінішім бар еді. қандай өтініш? Жақында олимпиадаға қатысамын, соған ақша керек екен. Қатысу үшін маған сол ақшаны тауып бере аласыз ба? Мамадан сұрағым келмей тұр. Қанша болды? 10 мың теңге. 10 мың теңге? Мен де тура осылай таңғалдым, 10 мыңды естігенде. Қатыспай қоясың ау? Аға, мен қатысуым керек. Мен сол үшін де оқып жүрмін ғой, және мен бұл олимпиададан бірінші орын алып, өзімді бүкіл мектепке дәлелдегім келеді. Неге мамадан сұрамайсың? Мамадан сұрайын десем, күндіз түні еңбектеніп жатыр. Бізді жұрттан кем қалдырмады, ал өзім таба алмаймын. Сол үшін де сізден сұрап тұрмын. Жарайды, бір амалын табармыз. Рахмет, аға. Ақша дейсіңдер ме? Жарайды. Алло, ата, қалайсыз? Маған ақша керек еді. Алло, әже, қалайсыздар? Сіздерде 2000 теңге жоқ па? Алло, Мұрат аға, қалайсыздар, жақсыздар ма? Сізге бір өтінішім бар еді. Алло, Еркен әзәпке, қалайсыздар? Не ғой, сіздерге бір өтінішім бар еді. Не, үйде жұмыс бар дейсіздер ме? Болды ғой, ақшасын төлеп берсеңіз де өзім істеп берем ғой. Мақұл. Сау болыңыз. Аға, осы сізден бір нәрсе сұрайыншы деп едім. Я, сұра. Осы сіз адамдармен көп араласасыз ғой, және мен сияқты тұйық емессіз. Айтыңыз, сіз сияқты болу үшін мен не істейін? Мен сияқты болу өте оңай. Адамдарға күліп қарап, жақсылық жасап жүрсең болды. Олар өздері-ақ сенің қасыңа келіп әңгіме айтады. Солай деңіз, сіз ашық, батыл, әрі еш қысылмайтын адамсыз ғой. Сондай қалай болдыңыз? Мен ешкімнен қысылмайтын себебім, менің бір жерім кір болып қалса, адамдар оны байқамайды деп ойламаймын. Байқаған күннің өзінде-ақ 5 минуттан кейін ұмытып кетеді. Бірақ ұмытпаса ше? Ұмытады. Сен жаңағы көшеде бейтаныс адам түрін ұмытып қалдың ғой, мысалы? Иә. Ол да тура сондай сияқты. Ал мені сол сәтте ұмытып кететін адам үшін мен неге қысылуым керек?
Ашық тұйық болсаң, оның еш пайдасы жоқ. Соны біл. Жарайды, болды, түсіндім. Жүр, қайтайық. Тоңып қаласың. Аға, қуасың ба? Мына жерде ақ есік тұр ғой. Бәрібір, әйтеуір шегіріп келдім ғой жаққа қарай. Аға, не істедіңіз? Ертеңге дейін маған ақшаны апарып беру керек қой. Ақша табама, ренжімеш. Не? Оны айтам. Ақшаны таптым. Сорлай. Міне 10 000 теңге. Рахмет, аға. Так, балдар, бұл залда көзінде оты бар, жалындаған чемпиондар шығу керек. Жақын арада облыстық деңгейде дзюдода үлкен жарыс болғалы тұр. Сол жарысқа біреуің ғана қатысу керексіңдер. Қазір жақсылап дайындықты бастайсыңдар. Кім жеңеді, сол қатысады. Келістік пе? Ендеше дайындықты бастаңдар. Жасандар әдісті. Тұр, жылдамда. Аяқта, тұр. Жаса шығады жерде. Уақытта. Жарайсың. Тұр. Көтер, міне анашақ. Көтер. Жасасай бұла. Аяқта жүр. Қырықта, тарт! Стоп! Жарайсың. Не болды, досым, мені төдебірем жатсың ба? Жоқ, просто үйдегілерге уәде беріп қойған едім, жарысқа барам деп. Олай болса сен мені орма, жарысқа бар. Қош, неге? Себебі мен уәде бермедім. Сен уәдеңде тұруың керек, уәде Құдай сөзі деген. Жоқ, сеуға лайықтысың. Я, білем, бірақ бұндай мүмкіндік саған күнде келе бермейді, сондықтан пайдаланып қал. Рахмет, досым. Жарайсың, чемпион. Дайындықтарың қалай? Жақсы. Кешіріңіз, ағай. Мен сізге бір нәрсе айтуды ұмытып кетіппін. Ол не нәрсе тағы? Мен жарысқа бармаймын, менің орныма Санжар барсын. Қалайша? Сен жеңдің ғой? Я, мен жеңдім. Санжар да осал емес, әрең жеңдім. Ал Санжар бір жағынан мен жақын досым, ал мен жақын досыммен қарсыласпағым келмеді. Солай де. Мен келесінде-ақ бара саламын. Ал бұл жолы жарысқа мен емес Санжар барсын. Мен білгенмін. Сенің дәл осылай айтатынды білгенмін. Қалай сонда? Білем ғой, сен сондай керемет жігітсің. Сенің жақсылығың екі есе қайтатынға сенімдісің. Иә, әрине сенімдімін. Мен соны біліп, жарысқа 2 орын алып қалғанмын. Демек мен де барам ғой, иә? Әрине барасың. Бастысы, ертеңгі жарыста мені жерге қаратпаңдар. Мен сендерге сенемін. Ойындамаңыз, ағай, сенімді сақтаймыз. Жарайсың. Онда мен кейін қайта берейін? Киініп келіңдер.
подготовитесь на Олимпиаду? Иә. Күндіз-түні осыған дайындалып жүрміз ғой әйтеуір. Ал мен мүлде дайындалып жүрген жоқпын. Почему? Менің әкемнің таныстары бар, солар шешеді ғой. Ол дұрыс емес қой. Ой, сендер маңдайтеріңмен дайындалып жатырсыңдар ғой, ал мен болсам. Көрейік енді кім ұтатын. Сәлеметсіздер ме балалар? Отыра қойыңдар, жарайсыңдар. Балалар, жарайсыңдар. Сендер олимпиаданың ақшасын бәрін түгел жинап бердіңдер. Енді олимпиадаға бір ғана апта уақыт қалды. Ал олимпиаданы комиссия мүшесі біздің мектептен өзі келіп алатын болды. Олимпиада осы мектепте өтеді. Жақсы болды ғой, басқа жаққа барудың орнына бізге келген дұрыс болыпты. Апай, олардың жауаптары қашан шығады? Олимпиада өткеннен кейін ертесіне шығады. Кім ұтса, сол халықаралық олимпиадаға барады. Ал ол жақта барлығы тегін, өздері төлеп қойған. Ура! Енді осы олимпиадаға дайындық жұмыстарын жасауымыз керек балдар. Сабақтан кейін қалып, барлығымыз дайындық жұмысын жүргіземіз. Жарайды. Извините, но я не смогу остаться после уроков. Неге? Просто у меня срочные дела, я сама подготовлюсь, не волнуйтесь. Жарайды. Апай, мен де қала алмаймын, білесіз ғой мені. Жарайды. Енді барлығымызды сабақтан кейін қалып, олимпиадаға қосымша дайындалатын болдық. Келістік қой балдар, иә? Сау болыңдар. Сөйтіп 10 мың теңгені олимпиадаға бергеннен қарағанда неге музыкальный школаға бермеді дейсің ғой? Да. Я, сенің жағдайың қиын. Бибінұр, осы мен саған көмектесем қалай? Да? Я, мен саған көмектесе аламын. Мен де музыканы жақсы көремін. Тек өзім қызықпаймын. Ең болмағанда қызығатын адамға қол ұшын берейін де. Спасибо тебе большое, мне как-то неудобно. Ой, біз досымыз ғой, ешқандай да қысылма. Спасибо. Алло, я, пап. Қалай, неге? Жарайды онда. Что-то случилось? Жай ештеңе. Жүр, үй жаққа қайтайық. Ладно. Апай, кіруге рұқсат па? Ой, Жайқар, келе ғой. Келіп қапсың ғой. Тыныштық па, Жайқар? Оқиын деп шештің бе? Я, өз күшіммен тапсырамын деп шештім. Ақшамен ұзаққа бармайды екенсің. Күшті ғой, өз күшіммен тапсырса. Иә, керемет. Бопты онда, дұрыс шешім қабылдапсың. Ал, ендеше әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, енді біз бүгін оқулықтағы бірінші жаттығудан бастаймыз. Біз өткен сабақта тәуелділік жалғауы туралы біліміміз бар. Енді бүгін сол жалғауға байланысты қосымша жаттығу орындаймыз. Ал, еске түсірейік. Маған кім доп сөзін тәуелдеп береді жалғаумен? Айта ғой, Рәбия. Ал балалар, барлығыңа сұрақтар берілді деп ойлаймын. Іске сәт.
Я закончила. Өтініш көмектесші маған ішке жауаптан айта аласың ба? Кейін. Өтініш көмектесші. Мен алып тұр едім. Меншіме қазір емес. Қалай тапсырдың? Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс, жақсы тапсырдың деп ойлаймын. Жарайсың. Мә, білесің бе, сұрақтарды ұмыт қалдым ғой, емтиханда даже. Қажеуір, аман есен менің еңбегімді ақтап берсең болды ғой? Я, ертең жауаптар шығады. Көреміз не боларын. Привет, Аянат. Привет. Аянат, а ты сдала? Я, сенем ерте шығып кеттік. Я, короче, сделаю все наугад, и мне без разницы, выиграю я или нет. Я, ол да бар бірақ. Да. Сендер негізі үйге қайтасыңдар ма? Я. Кеттік онда. Пойдемте. Ал балалар, барлықтарың көптен күткен сәт бүгін келіп жетті. Бізде бірінші орынды алған бала олимпиадаға шет елге барады. Ал бізде бірінші орын екеу. Сонымен бұл олимпиаданың жеңімпаздары Аянат пен Жайхар. Іңкәр, тоқташы. Я, не болды. Біз бір нәрсені түсінбедік. Неге сен бізге көмектестің? Неге өзіңнің орныңды бізге бердің? Я, бізді уайымдауыңа не себеп болды екен? Білесіңдер ма, мен сендердің көздеріңнен бір жалыны байқадым. Және бұл олимпиаданы ұту сендердің мақсаттарың екенін де байқадым. Я, ол біздің мақсатымыз. Ал менің мақсатым бұл емес. Және маған оңай сұрақтар түсті. Сендер мына жақта сонша үміттенгенде, мен жай ғана жолым алып кеткенін қаламадым. Сол үшін де солай жасадың ба? Және мен сендерге өз жолымды берсем де, сендермен де ара-қатынасым жақсарады дедім. Жарайсың, Іңкәр, рахмет саған. Тіпті мен қалай рахмет айтарымды да білмей тұрмын. Нағыз герой деген ол басты киіп, әдем қалыпта тұрған адам емес, ол қолынан келгенше жақсылығын жасаған адам. Жарайсың, Іңкәр. Айтпақшы, Бибінұр қайда? Ол өзін қайда жақсы сезінеді, сонда кетті. Музыкальный школға кеттім. Онда кешке кафеде жиналайық. Жеңісімізді атап өтпейміз бе? Ал бізде ақша жоқ қой. Мен сендерден ақшаларың бар ма деп сұрадым ба? Бәрі өзінің атымнан болады. Біздің Жайхар өте жомарт адам. Иә, айтпа. Болдан да кеттік. Міне, осы Санжар деген ағамның арқасында байқауға қатыстым. Иә, бірақ ағам мықты екен, тура менің ағам сияқты молодец. Ой, қойыңдар, мақтамаңдар мені. Соны айтам. Но стоит гордиться таким братом. Я бы тоже бы гордилась, если у меня был старший брат, как ты. Қоймаңдар-ау сендерде. Айтпақшы, біздің де сендерге мақтанатын нәрсеміз бар. Біз чемпион болдық. Жарайсыңдар. Менің де сендер сияқты ағыларың болса ғой, шіркін. Бірақ сендердер жарадыңдар, арқасыларың өкшейсіңдер. Спасибо.
Иә, жеңіске жету ешқашан оңай болмаған, барлығы қиындықпен ғана келеді. Иә. Байқадыңдар ма, іңкәр кәдімгідей ашылып қалды иә. Басында келген кезінде мүлде ешкіммен сөйлеспейтін еді. Енді мен сендермен бірден араласып кете алмадым ғой. Естен кеш жақсы қайта. Дұрыс. Соңғы жағдайлардан кейін уже жақсы дос болып қалдық қой. Әйтпесе сыртта немесе басқа жерлерде омын қызбам. Олай болса, келесі тостың кезегі арамыздағы чемпиондар лучший ағалар деген номинацияның иегерлері Санжар мен Елхан сөйлесін. Әрқайсыларымыз үйімізде береке бола берсін. Ең нашар күндеріміз осылай өте берсін. Алдағы қойған мақсаттарымызға жете берейік. Достықты сақтай біліңдер. Достықтан артық ешқандай жетістік жоқ екенін біліңдер. Ең бастысы осыны ұмытпаңдар. Армандар орындалады. Мақсаттың айқын болсын.